Бүгін бізде ерекше шығарылым, өйткені біз бүгін жейтін тамақты өзіміз қолдан дайындаймыз. Всем сәлем, құрметті көрермендер, Асмейр не әңгіме каналының тұрақты көрермендері. Бүгін бізде ерекше шығарылым, өйткені біз бүгін жейтін тамақты өзіміз қолдан дайындаймыз. Азғантай бір видео болса да өте қызық болады, бізбен бірге болыңыздар. Осы видеоның соңына дейін көріңіздер, ұнаса лайк, ұнамаса комментарий жазыңыздар. Краб сэндвичті дайындау бастаймыз. Ол үшін помидор огурцты жақсылап турап алуымыз керек. Нанның арасына қоюға ыңғайлы болу үшін. Енді помидор тураймыз. Пиқайдет ондай белесін. Шөбін пиқайдет тұр ғой мынау. Алаяқ. Қора. Барлығын дайындап турап алдық. Енді кетчуп, майонез, оның үстіне біздің перец қосылған соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бірінші кетчупты салу керек. Кетчуптың үстіне майонез саламыз. Әркімге әртүрлі нәрсе қосады. Енді біз ашты перец жақсы көргеннен кейін ашты перецті майлап турап, оны үстіне салуды жөн көрдік. Перецін соғын қоссаңыз, соусыңыз кішкене сұйықтау болады. Сол себепті барлығын қосып араластырамыз. Тауықтың етін қайнаған суға салып, толықтай қайнатып алуымыз керек. Оған тұз бен приправаларды салуды ұмытпаңыз. Біз сияқты арасына перец қоссаңыз да болады. Одан кейін әр краб сэндвичке бір-бір жұмыртқадан кетеді. Сол себепті жұмыртқаны қосып алуымыз керек. Қуырып, дайын болған тауық етін кесіп алыңыз, өйткені сэндвичтің арасын салуға ыңғайлы болу үшін. Енді біз дайындап алған тостерларымызды шығарып, дайындаған соусымызды әдемілеп жағып шығамыз. Содан соң өзіміз қайнатып алған тауық еттерін әдемілеп қоямыз. Тағы да кішкене соус жағып қойған дұрыс. Сухой болып кетпес үшін. Одан кейін қиырларды әдемілеп қоямыз. Содан соң тағы да үстіне бір қабат нандарды қойып, үстіне әдемілеп соустарды жағып шығамыз. Енді дайындап қойған жұмыртқаларды әдемілеп қоямыз. Сосын қызанақтарды сендеп қойсаңыздар болады.
тағы да бір слой тандырымызға, тостерларға соусты жағып, үстіне әдемілеп қойып, бір басып шығамыз. Содан соң өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Видеоны өшіріп қоймай, ары қарай асмерді көріңіздер, бізбен бірге болыңыздар, ас болсын. Неге салам? Сен жұрт тұрасың? Мә. Доғыр андайын. Неге салам? Қарай тұрып. Şunda. Түспей қалса қалсы жүр. Маған да қалқыңдар. Сен келе. Қой, айналайын. Полную поймаем, так что энергетик тартып көп ішуге болмайды. Көне сүңе беріп отырсың ғой. Настал этот день. Рахмет. Сен қарның қырыс деді. Ас болсын. Ас болсын. Рахмет. Ajamыз ашты өте қатты жақсы көреді. Ашты петчикті аямай қозған ғой. Өзім өртеніп жатыр. Дан жегеннен көрі ше, біз дайындағанымыз ұзақ болмай еді. Үстіне қалды ғой. Келесі не дайындап жек астына жазып көтіңіздер. Анандай страус піл дайында деп несе кетпек кішкене. Қолыңыздан келеді тұрсаңыз жазыстырып. Рамен дайындауға болады. Рамен тоймайды кезім. Тоясың?
Şey ayırdım. Demek? Да, наша. Ne? Да, то. Подожди. Жұмыртқа осындай ағып тұратын вообще маған ұнайды негізі. Шика, точнее. Жұмыртқаны шекеріп жейтіндер болса жазыңыздар. Саған бәрібір. Негізі просто қайнатылған жұмыртқа ұнайды. Особо. Жұмыртқа ұнамайды. Қайнатылған жұмыртқаны көбісі. Пойызда жолға шыққанда болады. Білесің бе? Қалбыз екеуін ше? Пойызға мың көрмеппін. Ой! Кстати, если үйлеріңізде тостер болмаса, точнее, нанды қызартып шығаратын, онда сковородка бар обычно. Еш нәрсе жақпай, және майда еш нәрсе жақпай, просто так 2 минуттан 3 минуттан қызартып алуға болады. Прям қытырлақ болып шығады. Лайфхак. Тойып кеттім, жабыстырып жүріп әр нәрсе жедім. Ойлайш? Огурцы. Ой. Погоди, куда? Кекер бол? Я тоже. Ялма, бұл Қазақстан біледі. Қалай жан кекіреді? Дайындалыңыздар. Не надо. Ғырық еді қалу мүмкін. Сен жемейсің? Руслан не кірді? Мен кекірген жоқпын. Мұрнынан шығарып отырсың ба? Мұрным ашып кетті. Аузынан шығар? Сізге жету қайда? Сүйікті көрермендер, осы видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздер бізбен бірге клаб сэндвич жасауды үйрендіңіздер. Ұнап, айтсам болады комментарийді. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк, комментарий жазыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліңіздер. Біздің тағы да бір асмерларымыз бар. Каналға кіріп көрсеңіз болады. 3 асмеріміз бар оның алдындағы. Тоже ол жаққа да комментарий жасаңыздар. Рұқсат. Сау болыңыздар. Келесіде кездескенше. Пока. Бүйтіп көрсетпейміз? Черт на жүрек.